Hoş geldin. Ey! Sen de adam öldürüp düştün be? Ey! Cevap verse işe. Adam öldürüp düştün be deyim sana. Иә, өлтірдім. Бір емес, бірнеше адам өлтірдім. Адам өлтірдім дейді ғой. Сен мына түрмен қалай адам өлтіріп жүрсің, а? Жалғыз ұлымды байлықта өсіремін деп, әділеттік сұрағандарға әділеттікті саттым. Ал ақшасы жоқтар түрмеге қаматылды. Ал енді жалғыз ұлының қызығын көретін кездегі отырысым мынау. Жоқ. Мен мына жерден шығуым керек. Ашыңдар есікті. Аш деймін мен саған. Ей, сен қыз басында ойлануың керек еді. Не дедің? Иә, бәріміз де басында ойлануымыз керек еді. Мына қолымызбен істеген ісімізді мойнымызбен көтеріп, жазамызды осыны өтеп шығамыз енді. Біз бұл жерден тірі шығамыз ба, шықпаймыз ба, белгісіз. Сондықтан да сенің қолынан ештеңе де келмейді. Мен өзім абайсызда адам өлтіріп, 2 жыл осында азап көріп келдім. Ал маған 3 жыл болды. Мен саған қалай түскенді айтып берейін. Қорықпа. Мен негізі жап-жақсы мұғалім болып жұмыс істеп жүргем. Содан директорлыққа ауыстырды. Директор. Мұғалімдерді жұмысқа кіргізем деп 2-ақ миллион ақша алдым. Бала шаға қамын ойлап, келінімді жұмысқа кіргізем деп бір мұғаліммен келісіп қойғам. Әлгі мұғалімді кабинетіме шақырып, ақша санап жатқан жерде қолыма кісен салынды. Енді бала шаға, ел жұртқа қарайтын бет жоқ. Осы жерде өле салсам ба деймін. Әпке! Ужас! Өлім дегенді айтпаңыз. Біз әлі бұл жерден тірі шығып, бақытты күн кешеміз. Иә, тірі шығамыз. Айтпақшы! Мен қалай келгенді айтып берейін ба? Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Ешкімнен пара да алған жоқпын. Енді медицина саласы бойынша диплом сатып алып, жұмысқа кірдім. Әкемнің ақшасының арқасында бір участоктың терапевті болып жұмыс істедім. Сөйтіп 5 жыл бойы тегін беретін дәрілерді саттым. Халық үстімнен шағымданған кезде әкемнің ақшасы да құтқара алмай қалды. Енді 1-2 адам шағымданса, шығып кетуіме болатын еді. Негізі халық көтерілсе, оңдырмайды екен ғой, а? Өзім жақында ғана тұрмысқа шығып едім. Бұл жерде отырғаныма да 1 жылдан асты. Жолдасым да тастап кетті. Не істейм енді? Көнеміз. Халық дейсің бе? Иә, дұрыс айтасың. Халық көтерілсе, ешкімді аямайды. Мысалға мен 20 жыл, ойлаңдаршы, 20 жыл сотта қызмет еттім. Астымдағы тағымды әкемнің тағындай көрдім. Қалағанымды түрмеден шығарттым.
қалағанымды түрмеде шіріттім. Білгенімді істедім. Осылай жүре берсем жақсы болатын еді. Бірақ не істейін? Ақша жақсы көретін адаммын. Досыммен бірге жалғыз қалған бейшара қартты үйдің тартып алып, далада тентіреттік. Негізі жоспар керемет еді. Бірақ бір күні досым деп сеніп жүрген адамым менің үстіме арыз жазып, өзі қашып кетті. Ал енді қайдамын мен? Соттан зекке дейін. Елдегі былықтың бәрін өлтіріп жүрген сендер екенсіңдер ғой. Параны алып жатқанда, пара беріп жатқанда, мынау сендер екенсіңдер. Әйел бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді деген бекер айтылмапты. Анау жақта ер азаматтарымыз отыр. Бірі алданып қалған, бірі байқаусыз адам қағып кеткен. Ал енді бірі амалсыз күнін көре алмай мал ұрлаған. Адал жұмыс жасай алмасаңдар, үйлеріңде отырмайсыңдар ма? Байларыңның тапқанын үлестіріп, жоқтан бар жасап, балаларыңа тәрбие беріп отырудың орнына осы жүрістерің дұрыс пенді? Менің де әпкем, анам бар. Әйелдердің бұлай жүргенін мен қаламайым. Осыдан жазаларыңды аман-есен өтеп шықсаңдар, үйлеріңде отырыңдаршы. Айналаларыңа, балаларыңа дұрыс тәрбие беріңдерші. Қазақтың аналары мұндай жағдайда көру өте ауыр. Ей Аллам, Аллам, мені сынасаңыз сынап, бәріне көнем, тек жалғыз ұлымды жылата көрмеші. Аллам, мойындай, көп қателестім. Аллам, күнәшіл пендеңді кешірші. Балама керемет ана, күйеуіме адал жар бола алмадым, бірақ Аллам, енді бұл жерден шықсам шын айтам, екінші қайталамайым. Аллам, Аллам, көмектесші, кешірші, кешірші, кешірші. Тамаша, керемет. Жай ғана сөз жоқ. Алдарыңызда өнер көрсеткен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр өнері факультеті, Дариға Тұраңқұлова шеберханасының студенттері, болашақ актерларымыз, қошеметтеріңіз.